адамсың, сен іздеп шыңға шықтым. Ассалаумағалейкум достар, сіздермен Қазақ Орда каналы. Видеоның басында жатып сіздерден тек қолдау күтеміз. Біздің арнаға жазылып лайк басуларын сұраймыз достар. Лайк, тек лайкпен видеоны қаралым көбейтуге болады. Ал достар, каналға жазылуды достарыңызға таратуды ұмытпаңыздар. Достар, өздеріңіз білесіздер, мен инстаграм бар еді, сол описанияда тұрады. Сол жерден өздеріңізге керек заттарыңызды алуларыңызға және де FIFA Mobile жайлы жаңалықтар шығарып тұратын боламыз бұйырса. Ал достар, тіркеліп қолдап көрсетіп жіберіңіздер. Ал бүгін бізде жаңа события FIFA Mobile'дан кірді. Көптен күткен событиялардың бірі өзгерді. Өте жақсы события деп ойлаймыз. Сіздермен бірге обзор жасайтын боламыз. Бұл события кеттік. Ал бірден бастапқы несін қарайтын боламыз. Кеттік. Қалай екен? Гали главная дейді. Бұл жерде әдеттегідей түсіндірмелі дейді. Праздник подарка береді екен. 3 күн сайын, 11 күн сайын береді екен. Ал бірден вулкаут бірінші пактан бұл кім? Ағылшындық ойыншы ЦП кумир Жерард Лэмберт тегін берді ғой. Ойба 88-ді. Мынау енді мықты өте керемет. Бірден бере салу және 11 күннен кейін алады екенбіз. Мына жерде біздерде енді абонемент қайда? Абонемент квест дейді. Квесттерін көретін боламыз. Базовых өте жақсы. Мынау деген керемет нәрсе ғой. Қандай пактар? 80-85. Мына жерде базовый набор джокеров бар екен. Бұл жерде не? 1000 кристалға 3 события орындасаңыздар 1000 жарым кристалл тегін аласыздар ғой. Тегін. Және қандай квесттер? 85-92 рейтингті бар екен. Созылады енді бұл күн сайынға квесттері бар екен. Тағы да мына жерде абонементті режим испытаниясы бар екен. Не береді бұл жерде? Жеңген адамға 80-нен 100 деген достар самоцвет өте керемет нәрсе. Сондықтан испытанияны орындаңыздар, артық кетпейді. Обмендерді көреміз. Обмендер қарапайым әдеттегідей L-ға ұқсайды, алдыңғы L-ға. Сондықтан да көп кірмейміз. Магазин. Абонемент кірмеген екен. Достар, ашып көретін боламыз. Ал кеттік бірден бұл былай секрейтін екен, шахматқа ұқсас. Және бесплатный тегін берді. Ал бұл ашылам екен 100 дейді. Может де. Мына жердегі тут рет ашсаңыз, открыть каждый 4 круга. Осындай тегін бесплатно ашуға болады екен. Мынаны әзірше түсініп атқан жоқпын. Оны қалай не дейтін. Сартис, Тапсобат сияқты ойыншылар бар екен. Бұл жақта берете награду дейді. Бұның қалай ашамыз? Этап 1, Ито, Саулич, Клинар деген ойыншылар бар екен. Мыналарды қалай ашқан дұрыс екен. Кім білет достар, төменге жазып кетіңіздер, бәрін оқитын боламыз. Ерекше екен мынау, ұнады, осы несі путь мастері деген этабы өте жақсы. Мына ойыншыларды қалай не істеуге болады. Соны жазып кетіңіздер төменге. Ал кеттік, ежедневный тренировка дейді, күніге тренировка береді. Бұл жерде мен кеше Уаткинс таңдаған едім. Тегін бергеннен кейін. Мына жерде формасы да өте жақсы. Енді Новый годқа арналған, жаңа жылға арналған нәрсе болғандықтан кейін осындай события шығарып отыр. Бұл жерде тегін ойнайтын сияқтымыз бәрінде, қателеспесем бе. Тегін ойнаймыз, күніге ойнауға болады. Уақыттарыңыз болса, бір күнде бітіріп тастайтын нәрселер екен. Уаткинсті де 92-ді Дудикті де алуға мүмкіндік бар екен бізде. Кеттік, галерея. Жаңа ойыншылар, келетін ойыншылар келесі 7 күннен кейін шығады. Өте көп команда ойыншылар шығады деп ойдамын. Мына жердегі Рикард, Харри Кейннің составтар өте керемет. Мына ойыншы, Харри Кейн шабуылшылардың бірі ғой енді. Мош шабуылшылардың бірі. Бруно Гимареш дейді. Мартинс, Рикард Шульцтарға жетпейді шығармыз енді. Өрс Грималдо дейтін ойыншылар енгізген екен. Осындай бұйырса Зайнуддиновты көруге тырысайық енді. Зайнуддинов келсін.
Ал осы зимний джокері деген осы ойыншыны беріпті. Осындай ойыншылар ең берісі жаңа ойыншылар шығады, оларды да көреміз, қандай составпен шығатынын да көретін боламыз. Ал мына жерде Форла мен Пак Джи Сунгты берген екен. Сіздер кімді алып жатсыздар достар? Қайсы ыңғайлы? Пак Джи Сунг та жақсы сияқты да. Ал кеттік. Не бар біздерде? Магазин көрейік бір пак. Неге көрмеске? Особо кумир капитанов дейтін мына жақта шығып тұр екен. Фрик де Йонгтар енгізген екен. Иньяко Уилмс. Я. События келді ғой. Капитаны да тоже. Міне Фрик де Йонг, Шерер, Барриси, Шмехл, Пьясли, Уарт Брауз дейді міне. Уилмс. Мынау деген енді өте керемет состав. Мынау деген. Мына составпен алуға өте керемет ойыншылар. Де Йонгтан шықса енді жолдарыңыз болғаны. Ал кеттік зимний джокері 1250 ультра жинау керек, бірақ енді бұйырса ультраны да ашатын боламыз. Ал 1250-ге бір пак ашып кетейін. Қызық болып тұр. Может быть, Грузетта дейтін ойыншы шығып кетті. Өте нормально болады десек те болады. Абонемент көреміз. Абонементтерден Осман Дембеле сияқты да, қателеспесем. Сон бар екен, және кім? Осман Дембеле болды ғой деймін абонементтен. Осман Дембеле екен. Ондай қатты. Олардың енді лучи осы сияқты үстігі. Қандай ойыншылар келді? Оларға да бір обзор көрейік. Программа рыноктан көреміз енді көбінесе джокерлердің ішінен. Кім? Харри Кейн, Лионел Месси достар. Месси. Мына ойыншы енді соңғы осы FIFA-дағы ойыншылардың бірі ғой. Келесі кумир болады шығар бұлар. Маңыраңыздар скорстар, удары, түтте көп адам алғысы келіп отыр мына ойыншыны. MLS-те, мынау деген читер ойыншы ғой. Любой FIFA-дағы адамның арманы десек те болатын ойыншылардың бірі. Қараңыздар, мынау Месси деген, ойбай. Кім бар да? Кеза бар екен, Канте жүр, соплардың үздіктері. Ағыры енді төмен екен, бұйырса жаңа ойыншылар кіргізгеннен дұрыс деп ойлаймын. Жаңа состав көреді, сондықтан да бұйырса тағы көтетін боламыз ойыншыларды. Ал достар, осылай видео ұнаса лайк басамыз, арна тіркелуді ұмытпаңыздар. Тек тіркеліңіздер достар, сіздерден тіркеліп каналға лайк бассаңыздар болғаны. Сіздерге рахмет. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар. Бастапқысында осындай, бұл 11 күн бойы алатын боламыз. Және де бұл жерде жетонның түрі өте керемет екен. Ұнады. Бір ромға ма қандай неге ұқсайды? Жазып кетіңіздер достар. Өте жақсы ұнады. Және жетон зимний береді екен. Енді бұл күніге орындайсыздар, күніге ойнаймыз. 5 абонемент береді, және жетончик, және тегін 80-92 ойыншына ашуға болатын екен. Және самоцвет, мынандай тегін самоцветтерді алуымыз керек достар. Алдыңғы событияларда мойындау керек, жетондарға беретін еді. Енді мына событияда кристалға беріп отыр. Күніге қарайтын болсаңыз, онда сіз бір шама 14 күнде 1400 жинайсыздар. 38 күнде 30 күн сияқты созылатын. Сондықтан да көп алуларыңызға болады. Және мына жерде жетон тоже бар екен. FIFA Points. Мына жерде өзгеше екен. Көрдіңіздер ме достар? Put Master деген жер маған қызық болып тұр. Жетон жетпейді екен әзірше.